Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі таңда хит болып жатқан тюльпан самсаны мен де жасап көрдім. Ол өте дәмді және қатпарлы болып шығады. Маған қатты ұнады. Сондықтан да жасалу жолымен сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқа салып, үстінен бір шай қасық тұзымызды салып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Үстінен бір кесе жылы суымызды құйып араластырамыз. Үстінен бөлме температурасында тұрған сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп, дайындап алуымыз қажет. Ұнды бөліктерге бөле отырып салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды міндетті түрде бөліп салыңыздар, себебі бірден салып жіберсек, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Шамалы уақыттан соң қайтарып илесеңіздер, қамырларыңыз жып-жылтыр болып шығады. Дайын болған қамырды бірдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Әрбір 2 бөлігін қабаттап бірінің үстіне бірін жайғастырып ораған кезде бізде 2 орам пайда болады және әр орамнан 30 самсадан 60 самса шықты. Сіздер көлемін көбейтіп немесе азайтып жасасаңыздар болады. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып, үстінен ерітілген сары майымызды бір келкі етіп барлық жеріне жағып шығамыз. Сонан соң екінші қамырымызды да дәл солай жұп-жұқа етіп жайып, үстіне жайғастырамыз. Ерітілген сары майды бір келкі етіп жағып шығып, тура видеодағыдай орап аламыз. Қамырымызды орап болған соң пакетке салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны бөліктерге бөліп дайындаймыз. Салмасына тартылған ет, майда етіп туралған пияз және татымына қарай тұз дәмдеуіштер қосып дайындадым. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша салмасын дайындап алсаңыздар болады. Міне біздің қамырларымыз дайын. Енді ұн себе отырып, жұп-жұқа етіп жаямыз. Түйілу жолын тура видеодағыдай етіп жасасаңыздар болады. Өте оңай. Салмасын салып, гүл тәріздес етіп ораймыз. Өте әдемі болып көрінеді. Достар, егер видеом пайдалы болған болса, арнама тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Барлық самсаларымызды дәл осылай түйіп, табамызға жайғастырамыз. Үстінен жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп қойсаңыздар болады. Және пештеріңізді 220 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын болған самсамызды қызып тұрған пеште қызарғанша пісіретін боламыз. Міне біздің самсаларымыз дайын.
өте дәмді, қатпарлы болып шығады. Ауызға салса ерейтіндей. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.